Екі құрбыны қатар алдап кеткен жігіт. Қайрат университет бітіріп, қаладағы ірі компаниялардың бірінде жұмыс істеп жүрген өжет жігіт. Ол өзінің мінезінің жеңілдігі, әзілқойлығы және сыртқы тартымдылығының арқасында қыздардың назарына тез ілігетін. Алайда оның жүрегіндегі бір кемшілік тұрақсыздық еді. Әңгімені жалғастырмас бұрын видеоға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймыз. Ол екі қызбен қатар танысып, екеуіне де бірдей ғашық болды. Бұл ғашықтық па, әлде өзімшілдік пе, оны Қайраттың өзі де білмеді. Біріншісі Аяжан. Жан сұлулығы мен ақылы келіскен, болашаққа үлкен жоспар құрған байсалды қыз. Ол ата-анасынан алыста, қалада жалғыз пәтер жалдап тұратын. Қайрат Аяжанмен бірге болғанда өзін сенімді, маңызды адамдай сезінетін. Аяжан оның әрбір жетістігін мақтан тұтып, болашаққа сендіретін. Қайрат оны шын жүректен сүйетініне сенімді болды. Ол Аяжанның үйінде аптасына 3-4 рет, көбіне демалыс күндері немесе жұма кешкісін қалатын. Екіншісі Жанерке. Қаршадай ғана, ерке, көңілді, өмірге бейжай қарайтын сән қой қыз. Ол ата-анасымен тұратындықтан Жанеркенің бос уақыты аз болды. Алайда Жанеркенің әжесі ауылға кеткенде, ол өз бөлмесіндегі жағдайды пайдаланып, Қайратты қонаққа шақыратын. Жанеркемен болған сәттер Қайратқа еркіндік, жеңілдік және жастық дәуренінің қызығын сыйлайтын. Қайрат бұл қарым-қатынасты да толығымен шындық деп есептеді. Ол Жанеркенің үйінде көбіне жұмыс күндері, сейсенбі немесе сәрсенбі күні түстен кейін қалатын. Екі қыз да бір-бірінің бар екенін білмеді. Қайрат бұл екі өмірді мұқият бөліп ұстады. Оның телефонында екі түрлі байланыс тізімі, әр қызға арналған түрлі сылтаулар мен жоспарлар бар еді. Алайда мұндай қос өмір адамды тез шаршатады. Қайрат әрдайым уақыт кестесін қадағалап, екеуінің де сұрақтарына шатаспай жауап беруге тырысты. Бірде Қайраттың жұмысы тоқтап, жалақысы уақытында түспей қалды. Оның ақшаға деген қажеттілігі өсе бастады. Сол сәтте оның санасына бір қара ниет ұялады. Ол бұл қарым-қатынастарды өз пайдасына пайдалануды ойлады. Алдымен Аяжанға барды. «Жаным», деді ол мұңайған кейіп танытып. «Білесің ғой, менің қазіргі жобам қатты дамып келеді, бірақ менің жеке шотымды тексеру кезінде бір қиындық туып тұр. Маған бірнеше күнге ғана $2000 керек. Менің ағамның немесе інімнің атына қарыз қалайықшы, мен оны жалақы түскен бойда жауып берем. Бұл тек сенімділікті көрсету үшін ғана». Аяжан Қайратты қатты сүйетін. Ол екеуінің болашағы үшін, Қайраттың ісі үшін кез келген нәрсеге дайын еді. Ол ойланбастан банктен шағын несие рәсімдеуге келісті. Ақшаны алған соң Қайрат оны Аяжанға қайтармақ түгілі, оның көзіне жиі көрінетін болды. Бірнеше күннен кейін ол Жанеркенің қасына келді. Оның да сүйіспеншілігін пайдаланғысы келді. «Сүйіктім», деді ол Жанеркенің ерке мінезіне сай сөйлеп. «Менің қымбат көлігімнің двигателі істен шықты. Оны жөндеуге $1000 керек. Бұл менің жұмысыма кедергі келтіріп тұр. Егер сен маған көмектессең, біздің жаңа саяхатқа шығуымыз тездейді». Жанерке бай отбасынан шыққан. Оның жеке картасында әрдайым ақша болатын. Ол да сүйгеніне көмектесуге асықты. Алайда Жанерке анасынан сұрағанда, анасы оның жеке шотындағы соманы тексеріп, оның мұндай көп ақшаны жігітке беруіне қарсы болды. «Егер ол сені сүйсе, қажет ақшаны өз табады, немесе туыстарынан сұрайды, сенен емес», деп анасы Жанеркені тоқтатты. Жанерке Қайратқа бас артуға мәжбүр болды, бірақ мұның себебін айтқан жоқ. Қайрат бұл жағдайға ашуланды. Жанеркенің оған деген сүйіспеншілігі аз деп ойлады. Аяжанға қарызды қайтармаған Қайрат Жанеркеге де көңілі толмай, екі қызбен де араласуын сирете бастады. Ол өз мақсатына жеткендей болды, бірақ жүрегіндегі бостық пен ұят сезімі оны мазалайтын болды. Уақыт өте келе Қайрат екі қыздың да қоңырауларына жауап беруді қойды. Аяжанның банк алдындағы қарызы өсіп, Жанерке оның суықтығына күдіктене бастады. Бір күні Аяжан мен Жанерке
қалалық сауда орталығында кездейсоқ кездесті. Әңгімеден әңгіме шығып, олар ортақ танысы Қайрат туралы айта бастады. «Менің жігітім Қайрат», деді Аяжан. «Ол қазір үлкен жұмыс жобасымен айналысып жүр, бірақ жақында ол...» «Қайрат», деді Жанерке таңғалып. «Менің де жігітім Қайрат. Ол маған жақында ғана көлік мәселесімен байланысты қиындығын айтқан». Қыздар бір-біріне қарап, жүректері мұздай суып кетті. Олардың әңгімесі сәйкес келе бастады. Қайраттың екі түрлі өмірі, екі үйге кезек-кезек қонуы және ең сорақысы Аяжаннан алынған қарыз. Құрбылардың білуінсіз жүрген олар осылайша Қайраттың екі жүзді әрекетін әшкереледі. Олар бір-біріне қолдау көрсетіп, Қайраттың тек қана өз пайдасын ойлаған алаяқ екенін түсінді. Екі құрбы енді бұрынғыдан да жақын болып бірігіп Қайратқа қарсы әрекет етуді шешті. Олар махаббатты емес, сенімді пайдаланғысы келген жігітке лайықты жаза беруге бел буды. Қайраттың сүйем деп айтқан сөздері екі қыздың да өміріне ауыр соққы болып тиді. Ол өзінің өзімшілдігі үшін екі қыздың да сенімінен айырды. Жалғыз қалды. Оның екі өмірдің арасындағы ойына ақыры әшкере болды. Аяжан мен Жанерке сауда орталығының тыныш бұрышында кофе ішіп отырып Қайраттың екі жүзді әрекеттерін толығымен талқылап шықты. Әңгіменің әрбір сөзі олардың жүрегін ауыртқанымен, ашу мен реніш екеуін біріктірді. «Мен оның болашағына сендім, оның кәсібін қолдадым деп ойладым», деді Аяжан көзіне жас алғанымен, даусынан табандылық пен аянышты сезім шықты. «Ал ол мені несиеге кіргізіп, сосын жоқ болып кетті. Ал менің көлігімді жөндеу туралы әңгімесі, бұл тек сынақ болған шығар. Ол менің ақшамды тексергісі келді», деді Жанерке. «Сән қой, ерке мінезі бірден өзгеріп, оның орнына суық ашу келді. Бірақ ол ең бастысын ұмытты. Біз әйелдер ақылдырақпыз». Екі қызды Қайраттың оңай құтылуына жол бермеуді ұйғарды. Олардың мақсаты ақшаны қайтару ғана емес, Қайраттың бет-пердесін жұрт алдында жырту еді. Қыздар әрекеттері бастамас бұрын бір-бірімен ортақ әлеуметтік желілердегі достары мен таныстарының тізімін салыстырды. Қайрат екі қызды да өзінің шынайы өміріндегі достарынан алыс ұстауға тырысқан екен. Бірақ олардың ортақ бір досы Азамат бар еді. Азамат Қайраттың ең жақын досы, бірақ екі қызды да сыртынан ғана танитын. Жанерке Қайратқа бұрынғыдай сүйетіндей хабарлама жазып, оны кешірім сұрау кешіне шақырды. «Менің анам сенің көлік жөндеу туралы сөзіңді тыңдап, маған ұрысты. Мен саған көмектесе алмағаныма өкінем», деп жазды Жанерке. «Мен саған сенем және қарым-қатынасымызды түзеткім келеді. Бүгін кешке Азаматтың туған күні екен, бірақ мен бармайым. Сен маған кел, екеуміз ғана сөйлесейік», деп. Қайрат қуанып кетті. Ол Жанеркенің оңайлықпен кешіретініне сенді. Сондай-ақ Аяжанның қарызын да ұмыта бастаған еді. Ол Жанеркенің туған күнге бармайым деген сөзін естігенде тыныш қана ақшасыз құтылам деп ойлады. Жанерке Қайратты үйіне шақырып, оны әдемілеп күтіп алды. Бірақ ол Қайратты әңгімеге тартқан кезде Аяжан есіктің артында күтіп тұрған. Дәл сол сәтте Азаматтың туған күнін тойлап жатқан ортақ достарына Жанерке бірнеше минут бұрын хабарлама жіберген. «Қайрат менің үйімде, ең үлкен тосын сыйды жіберіп алмаңдар». Аяжан есікті ашып, ішке кіргенде Қайраттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Оның жүзі ағарып, не айтарын білмеді. «Сәлем Қайрат», деді Аяжан сабырлы дауыспен. «Сенің жаңа жобаң қалай жүріп жатыр? Менің несие төлемдерімнің уақыты келіп қалды, бірақ сенің телефоның өшірулі». Мен Қайрат сөз таба алмай тұрды. «Не? Сен Жанеркемен де қарыз туралы сөйлескің келді ма?» деді Жанерке Қайраттың қолындағы гүлін алып жерге лақтырып. «Сүйем деп айтып, екі адамды қатар пайдалану бұл махаббат па? Бұл қандай махаббат?» Осы кезде есік қайта ашылып, Азамат бастаған достар тобы бөлмеге кіріп келді. Олар мерекелік көңіл күймен емес, таң қалумен күдікпен қарап тұрды. «Қайрат, не болып жатыр бұл жерде?» деді Азамат. «Сен Жанеркедемін деп, ал Аяжан да мында». Қайраттың екі жүзділігі барлығының алдында әшкере болды. Ол екі қызды да сүйемін деп айтып, олардың сенімін пайдаланғысы келгені, тіпті біреуін қарызға кіргізгені бірден белгілі болды. Достары оған жиіркенішпен қарады. Азамат: «Қайрат, сені бұлай істейді деп ойламаппын. Сен адал достыққа да, шынайы махаббатқа да лайық емес екенсің», деп есікті тарс жауып шығып кетті.
Қайраттың барлық жоспары, барлық екі өмірі бір сәтте құлады. Ол ең жақын досынан, екі сүйген қызынан және өзінің адал атынан айырылды. Аяжан Қайратқа барлық дәлелдерді көрсетіп, қарызды қайтаруды талап етті. Екі қыз да оған ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Қайрат екі жақтан да айырылып, жұмысынан да ұяттан бас көтере алмайтын жағдайға жетті. Ол Аяжанның қарызын төлеу үшін қалтасындағы соңғы ақшасын жұмсауға мәжбүр болды. Бірақ екі қыздың да жүрегіндегі жараны емдей алмады. Қайрат түптің түбінде қала ішінде жалғыз қалды. Оның екі өмір сүргісі келген өзімшіл әрекеті оны ешкімсіз қалдырды. Екі қыздың арасына түсіп, оларды пайдаланғысы келген жігіттің тағдыры осылай аяқталады. Ақша да, махаббат та оған бақыт әкелмеді. Тек ұят пен жалғыздық қалды. Ал Аяжан мен Жанетке екеуі бақытсыз махаббаттан сабақ алып, енді бір-біріне шынайы құрбы болып кетті. Бұл шынайы өмірде болған оқиға сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Тек қана шынайы өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз. Әңгіме ұнаса лайк басып, парақшаға тіркеліп, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.